Бұл махаббат емес. Бұл сезімге деген тәуелділік. Көпшілік айтып жүрген Музей Невинности шығармасының желісімен жазылған музейге бардым. Мұнда кедей таптан шыққан Фисунға ғашық болған Орхан Памук кейіпкерінің махаббатынан жинақталған заттар сақталған. Фисунның шеккен темекі тұқылдары, қолданған әдірі, тарағы, күнделікті өмірде қолданған барлық заттар сақталған. Бұл кітапты оқығандар екіге бөлінеді. Бірі махаббат дейді, екіншісі бұл ауру дейді. Мен екінші пікірге келісемін. Бұл махаббат емес. Бұл менің ойымша адамға, сезімге деген тәуелділік. Ішкі бостықты сол сезімдермен толтырғысы келу. Негізі бұл роман қиялдан шығарылған шығарма, алайда қазіргі қоғамның дерті десе де болады. Көп жігіттердің ғашық болдым деп қызға маза бермеуі, қысым жасауы, соған тәуелді болуы. Яғни бұл психологиялық ауру. Махаббат адамға еркіндік пен тыныштық әкелу керек. Сіз бұл романды оқыдыңыз ба? Оқысаңыз төменге пікір қалдырып кетіңіз. Hayatını boyarsın